НЛ-ге тіркел деген кезде көпшілігінің айтатыны НЛ-мен барлығы айналысып кетті, жазатын адам жоқ, адамды қайдан аламын, өнімді қалай сатамын деп көптеген адамдар уже ол ниша бос емес деп айтады. Бұл ой дұрыс емес, өйткені керісінше өнімді адамдар көп білген сайын, көп адам бұл өнімді білген сайын, яғни оның нәтиже беретінін білген сайын, бұл НЛ өніміне сіз жарнамаға уақыт жұмсамайсыз. Өйткені адамдар бұл өнімді біледі. Тек қана сіз, мысалы, НЛ-ға тіркелген кезде, мен осымен айналыса бастадым деген кезде, мысалы, сіздің көршіңіз басқа біреуден алып жүрген болатын болса, бұл өнімді, енді сіз оған менен ал деп айтсаңыз, ол сізден ала бастайды, иә. Сондықтан НЛ-ға тіркелуден еш қорықпаңыздар деп айтқым келеді. Керісінше, мысалы, жаңадан бір сетевой келсе, сіз соған тіркеліп жүгіріп кетесіз, иә. Мысалы, неліктен? Өйткені сіздің бұл жерде конкурент деген неңіз жоқ, түсінігіңіз жоқ. Ал конкурент бар жерде керісінше өнім жақсы өтеді. Мысалы, базарда алайық, иә. Базарда бір қатарда ылғи аяқ киім сатады. Сол қатардан күнделікті адамдар өздеріне аяқ киім алып жатады. Неліктен олар аяқ киім алады? Өйткені ол әр адамның өзінің клиенті бар. Постоянный клиенті болуы мүмкін, немесе бір келіп алып кететін адам болуы мүмкін. Яғни әр адамның өзінің өнімдері күн сайын өтіп сатылып жатыр. Ол адамдар жылдап, жылдап, мысалы, тұрады сол жерде базарда, иә. Мысалы, бұл бір ғана сіздерге мысал. Яғни конкуренциядан қорықпау керек. Яғни бәрі НЛ-мен айналысып кетті, маған клиент табылмайды, мен өнімді сата алмаймын, командама адам келмейді деген ой, ол өте қате пікір. Сіздермен осы оймен бөліскім келіп тұр. Керісінше конкуренция жоқ жерден қорқу керек. Сол жерде, мысалы, сіз жаңа бір сетевойды бастап, оны дамытамын дегенше, сіздің қаншама уақытыңыз кетеді. Өнімнен нәтиже көргенше, оны дамытып халыққа жеткізгенше, сіздің жарты жылдан бастап, негізі ол бизнесте бар нәрсе, жарты жылдан бастап, ары қарай 2-3 жылға дейін сіз жаңа өнімді таныстырасыз. Сондықтан НЛ-ға тіркелуге еш қорықпаңыздар. Менің командама сіздерді шақырамын, табысты болуға, бірге дамуға, бизнес мышлениеңізді дамытуға сіздерді осы НЛ-ға шақырамын.